Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Сіздерге осылай торттың жасалу жолын көрсетемін. Сіздермен Нұрбибі. Бізде міне жұмсақ сары май бөлме температурасында, осыған 2 жұмыртқаны саламыз. Және үстіне сгущенкамызды құямыз. Егер тортым үлкен болғанын қаласаңыз, 1,5 банка құюға болады. Сгущенкамыздың қоюлығына мән берген дұрыс, өйткені қамырымыз жұмсақ болып көтеріледі. Осы 3 қоспамызды жақсылап миксерлейміз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып алған соң, електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Енді тағы да миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Міне қараңыздар, осындай консистенцияда болуы қажет. Әрі қарай біздің пергамент қағазымызды дайындап аламыз. Дайын форма пергаментімізге осылай қамырды барлығына жағып шығамыз. Біз корждарымызды 180 градуста 5-6 минутқа қойып пісіріп аламыз. Корждарымыздың барлығын пісіріп шықтық, шамамен 24 см болады. Енді осыны суытып аламыз. Содан соң кремімізді жасаймыз. Кілегейімізді салқын күйде миксерлеп аламыз. Қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын ситадан өткізіп саламыз. Тағы бір миксерлеп аламыз. Содан соң сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Енді барлығын жақсылап миксерлейміз. Міне осылай өз формасын ұстап тұруы қажет. Ал енді тортымызды жинаймыз, коржымызды саламыз. Әрбір коржымызды шамамен 2,5 ас қасықтан крем жағып шығамыз. Торттың бетін өз қалаларынша әсемдеуге болады. Мен жеміс-жидектермен әсемдеймін, құлпынайды және жүзімді қоямын. Мінекей тортымыз дайын. Сіздерді жақындарыңызды қуантып, жай ғана әзірлеп көріңіздер. Мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен разы болып қаламын. Көптеген рецептермен бөлісемін.